Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін кәдіммен тауық етінен котлет дайындайтын боламыз. Мен картоптен пюре дайындадым. Сіздер өздеріңіз қалауым бойынша басқа гарнирді қолдануға болады. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де видео рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Дайын тартылған тауық етін қолдануға болады, немесе мен сияқты тауық етін блендер немесе мясорубкадан өткізіп аламыз. Тауық етіне пияз және сарымсақ саламыз. Тартылған еттің үстіне 2 ас қасық манка салып, кабачогымызды, яғни кәдіні үкіштен өткізіп алып, артық суын сығып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, бір жұмыртқа қосып, ас қасықпен араластырамыз. Және де біздің манкамыз толығымен бүгу керек, сондықтан тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға котлеттерімізді қуырып аламыз. Котлеттерімізді қуырып болған соң формаға қойып шығамыз. 200 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа қоямыз. Неге біздің котлеттеріміз дайын, дәмі ерекше болып шығады. Рецепт бойынша пісіруге кеңес беремін. Арнаға лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған дәметкен.